Алматы облысында Кюнет компаниясына оңбай алдандық деген халық бас көтеріп жатыр. Қазірдің өзінде бір ғана Талдықорғанда 240 адам полицияға арыз жазған. Жәбірленушілердің сөзінше аталған компанияға кіру үшін 800 мың теңгеден салыпты. Соңында табыс та, салған ақшамыз да жоқ деп отыр олар. Каждый вторник сайын $200 түсіп отырады деді. Талдықорғандық Ерлан Дүйсенбеков Кюнет компаниясына оңбай алдандым дегендердің бірі. Сөзінше ол барлық талапқа көніп несие алып, қызын, күйеу баласын аталған компанияға кіргізіпті. Бірақ бастапқыдай бір-екі адам емес, тағы да адам алып кел деп, компания есігін тарс жапты деп отыр. Кірдік енді, ақшасын төлеп кіріп, 3 күн обучениесі болды. Оғаннан кейін бізге айтты, барыңдар енді кісі іздеңдер өздерің деді. Арыз дедік, бердедік, ондай сумаға ешкім кірмейді қазір. Бұл істесең істе, істемесеңдер вообще Динара тұрды айтты, істесеңдер істеңдер, істемесеңдер офисқа кірмеңдер вообще деді. Болды. Бұнда кіру үшін адамды алдау кереккен. Адамды алдамасаң ақша жүрмейді. Міне барлығы естіп тұр, міне естіп көріп тұрсыздар. Адамды алдап қана кіргізеді бұл жаққа. Кредит алып, кредит алған адам, алып берген адамға 400 мың, еще бұлай 800 мың. Мен 2,5 миллион салдым өзім. Ешкім қарамайды арызымызды. Кім қарайды біздің арызымызды? Өкіметте жоғарыда отырған қаржы бөлімінің министріне сен бәріне айтамын. Қараңыздаршы, халықтың коронавирус емес мына Кюнет компаниясының атын жамылған адамдардан уланып жатыр. Алдандық деген халық компаниядағылар саяхаттайсыздар деп қолымызға карта мен кітапшалар берді дейді. Бірақ оның бәрі жарамсыз деп күйінеді. Ал полиция 2 жылдан бері аталған компанияға арыз түсіп жатқанын мәлімдеді. Арыз 2018-2019-20. Біздің қылмыстық іс бойынша 240 потерпевші бар. Подозреваемый бізде бар іс бойынша. Сол қазір біздің мера пресечения қамауда отыр. 3 адам. Кюнет компаниясына алдандық деген талдықорғандықтар Алматы облыстық полиция департаментіне бірнеше рет арыз жазсақ та, бірақ іс әлі күнге дейін сотқа жетпеді деп наразы. Жәбірленуші халықтың сөзінше, Кюнет компаниясының өкілдері қалада офистерін жиі ауыстырады және онда істейтін адамдар да ауысып тұрады екен. Сондықтан бұл жерде алданған халық қандай да бір әділдікке жетеді ме, белгісіз. Самал Қабышева, Информбюро, Алматы облысы.